Сәлеметсіздер ме, ізгі жақсылар? Мен ізгілікте жарысай қайырымдылық қоғамдық қоры әлеуметтік дүкенінің меңгерушісі Абубакир Үмкар боламын. Мақсатым жағдайы төмен отбасыларға барынша қолайлылық пен тазалық және жылулық сыйлау. Жұмыс барысы ізгілікте жарысай әлеуметтік дүкеніне ресми түрде тіркелген жағдайы төмен, асыраушысынан айырылған жалғыз басты аналарымыздың отбасын таңдап, сол отбасыға көптің қолы көкке жетеді демекші, сіздердің қолдауларыңызбен бір ай көлемінде жөндеу жұмыстарын жүргіземін. Бұл жолы біз Асқарбекова Айжан әпкемізді таңдадық. Әпкеміздің жолдасы 1,5 жыл бұрын өмірден өткен. Тағдырдың осындай қиындығына түскен 5 баланың анасы қазіргі таңда еден жуушы болып жұмыс жасайды. Тапқан табысы пәтер ақысы мен коммуналды төлемге кетеді. Айжан әпкеміздің қазіргі таңда тұрып жатқан пәтерінің бар көрінісі осы. Өз баспанасы болмағандықтан 5 баламен тұруға рұқсат берген осы пәтерде күн көріп жатқан жағдайы бар. Маған қаржы жағынан ыңғайлы болғандықтан осы баспанада ұзақ тұрамын дегендіктен көмек беруге дайынмын. Едені цемент, жауын жауғанда үйінен табақтап су шығарып, отын таппағанда жылы киімге оранып отырған әпкемізге кішкентай да болсын қол ұшымызды созайық. Достар, аз қайырымдылық жасаудан ұялмайық, өйткені бос алақын қайтару одан да аз.